Елімізде киіктерге спутниктік мойын жіп тағу науқаны басталды. Бір ай ішінде мамандар 50-ге жуық ақбөкенге қарғыбау салмақ. Соның көмегімен сайын дала серкелерін бақылап отырады. Индира Жылқайдарованың репортажы. Наргиз. Мамандар қарғыбау салынатын әр ақбөкенге ат береді. Мынадай құрылғылар жануардың мойнына ілініп, кейін спутник арқылы бақылауға алынады. Биылғы күз маусымында 48 мойын жіп салынған. Жалпы қазақ киелі көретін киіктерді қызғыштай қору шарасы 2009 жылы басталыпты. Кезінде Сардалада миллиондап мыңғырған жезкиіктің саны бүгінде 200 мыңға жетер-жетпес қана. Бетпақдала, үстірт Орал аймақтарын мекендейді. Қызыл кітапқа енген жануарларды қазір 220 инспектор бақылап отыр. 2 жыл бұрын 150 мыңдай індеттен қырылды. Мамандар ендігі олардың әр қадамын бағуға кірісті. Қыркүйектің жылымық күні сайын даланың серкелерін іздеп мамандар тағы жолға шықты. Бөкендерге спутниктік мойын жіп орнатудың машақаты көп. На 10 часов слева наблюдая сайгу. Сылдыр-сыбдырға селк ететін сезімтал жануар қауіптің барын 10 шақырымнан сезеді. Бейқам оттап жүрген олар үркіп бір жерге жиыла қалады екен. Мотоциклші кедір-бұдыр қыр жолында ор қояндай секіріп, көк жорғадай шапса да, жануарға да жан керек. Орғып оза қашады. Тор құрған жігіттер жер бауырлап жатыр. Ақыры іліктау. Ушусыз іске кіріспесе жануардың жүрегі жарылып, өліп кетуі мүмкін. Бұл жерде қатты дауыстап сөйлеуге болмайды. Міне мамандар ен даланың еркесін омақа сағылатты. 3 минуттың ішінде қамытты салып, еркіне жіберіп үлгерулері керек. Әйтпесе жануар жарықтық күйзеліске ұшырайды екен. Голова 29. Ухо 6. Шошытпай көзін байлап, тыныштандыратын екпе салып қан алды. Дене қызуын салмағын өлшеді. Жалпы қарғыбау тек күзде салынады. Себебі құралай салқынында олар төлдейді, ал жазғы ыстықта ұстауға тыйым салынады. Цель вообще этой работы, то, что мы... Мақсатымыз ақбөкендердің көші-қонын, олардың көбею үрдісін бақылау. Бөкендердің төлдеп жайылатын жерлерін зерттейміз. Аттекен қандай мерген көзі қиып, ботагөз сахарада қына терген. Кім екен жапан түзде сені көрген деп, ақсақ киікте жырыланғандай мүйізіне бола даланы қан сасқан браконьерлер көп. Биыл 36 факті тіркелген. Қара нарықта бір келі мүйіз 1 миллион теңге. Ол үшін аталық 3 киікті сұлатса, есептей беріңіз. Киіктің кие сатады. Қорықпай пайдаға қарық болғандар ұсталса, 5 жылға дейін түрмеге тоғытылады. Киіктің мүйіздің бағасы қазір енді 1 миллион теңге дейін килограмма. Соған қызығып шыға ма енді. Бүгінде Сардалада сағымдай жүйткеген 130-ға жуық бөкен бақылауда. Біз бұл сапарымызда кие көрген беткейдегі көлден құстың киелісі, аққулар мен қызғылт қоқиқаздарды да көріп қайттық. Индира Жылқайдарова, Қанат Әбілдин, қорытынды жаңалықтар, Ақмола облысынан.